Ассалаумағалейкум, қасқар мінез қазағым. Сіздер көптен бері күткен сұхбатты бүгін сіздерге ұсынбақпын. Қасымда өздеріңізге белгілі Қаржобай бауырымыз отыр. Қаржобай, көргенге өте қуаныштымын. Алғашқы сұрақ, қазір көңіл күйіңіз қалай? Жақсы деп айта алмаймын. Енді уайым болады. Алғашқы сот отырысында көңілің толы ма жалпы? Кеше ғана болды ғой. Сот отырысына кімге негізі? Жалпы. Енді толықтай келісім деп айта алмаймын. Сосын айтым туралы көбі білгісі келеді. Бұрыннан бері мен қақсап айтып жүрмін. Жалпы сен ол жақтың адвокаттарынан бас тартпадың. Тек қана айтымның өзінен бас тарттың. Солай емес пе? Иә. Неге? Келіп жүрген кезде сол анаммен сөйлескен кезінде, анамның өзінің уәждері болды, айтқан кездерінде соған келіспеушіліктер болды өз араларында. Сол кезде айтқан анама ауыр сөйлеме. Ол әйел адам, оның логикасы басқа. Қандай шешілетін тақырып әңгіме болсын, маған айт негізгі. Мен өзім бір ортақ шешім тауып беремін. Ешқашан анама, әйелімен, жолдасыма, жаңағы шешетін мамасына хабарласпа деген. Ауыр сөйлеме дегенде ол не? Бір ауыр сөйлеп пе? Енді ауыр сөйлегенде бір мысал айтып берсең. Өздерінің араларында ғой енді. Жаңағы Нұрғанаттың атылып өліп қалды деп өзі анықтама бергені. Ешқандай жаңағы тергеу іс-әрекет жүрген жоқ. Ол келіп сол айтқаны сол кезде анам ауыр дейді сол сөздер. Айтым, сендерге үй алып берем, меценаттар осылай көмектесіп жатыр деді. Сол үй қазір бар ма? Ол айтылды, бірақ іс жүзінде ол болған жоқ. Үй жоқ. Өз үйімде тұрып отырмын, әке-шешемнің үйінде. Осы кезге дейін квартирада тұрып келдім. Ақтөбеде, Ақтауда. Күллі қазақ ойлап жүр, сендер қазіргі таңда айтым және оның меценаттар жинап берген ақшаға сатылып алған үйде тұрып жатыр деп. Жоқ, ондай жоқ. Өзің көріп жүрсің, Қазақстанда әділетсіздік өте көп. Осы сот аяқталғаннан кейін елде қаласың ба, әлде басқа жаққа көшіп кететін ойың бар ма? Елде қалам, көшетін ойым жоқ. Басында да көшетін ойым болған жоқ, бірақ болды ғой, мазалады бала-шағаның амандығы, бауырлардың амандығы деген сияқты. Бірақ негізінде мен Қазақстаннан қайда барамын? Не үшін баруым керек? Мен Өзбекстан мемлекетінде жүргенде, мысалы, Құран оқытып жүргенде, сонда мен сол өзбектердің арасында жүріп, мен ол азаматтардан мықты, ол мемлекеттен мықты. Сонда мен қазақ деп сөз естіген кезінде, маған қазақ деп айтқан, сонда мен сол сөзге риза болғанмын. Мен бөтен мемлекетте или бөтен қалада мен жүре аламын деп көзім жетпейді. Қай жерде жүрсем де, Алла нәсіп етсе, Алла маған тұз дәмді беріп, осы өмірде жүру нәсіп етсе, өліп кетсем де осы Қазақстанда, қазақ үшін Қазақстанда қызмет етіп, осы бала-шағамды ары қарай осы жақта ұрпағымды көбейтіп, аман есен өліп кетсем де өкінбеймін. Сосын сенің бір сөзің бар ғой, алдында сотта айтқан. Бүгін күдіктілерді, қылмыскерлерді соттау емес, ақтау болып жатқан сияқты деп. Неге айттың? Соттау емес, ақтау дейтініміз көп нелер, мен түсінгенім, менің байқағаным, жәбірленушіге емес, привилегия айыпталушыларға көп беріледі екен. Мен соны түсіндім. Олар қандай жағдайда болса да, кейін жаңағы олар, мен мысалы өзіме пример мысал айтайын да, мен ИВС-те отырған кезімде, мен даже ата-анама звондауға маған рұқсат берген жоқ. Олардың уже қарап отырсаңыздар, бейнебаян бар ғой, соның өзін көргенде уже түсінуге болады ғой. Қаншалықты бізде қылмыскерлерге көп привилегия беріледі. Сөздің соңында қазақ халқына, қазақ еліне айтарың бар ма? Қазақ еліме, қазақ халқыма соңын қазақ еліне амандасқым келеді, бәріне көп рахмет айтқым келеді. Алла разы болсын деймін. Отбасымызды қолдап, көмектесіп, енді мына жерде соттың басы қылмыскерлерді, айыптаушыларды ақтаумен басталса, ертең күні бізді қаралаумен бітуі де мүмкін. Жан-жақты ғой. Сотта мен айта алмайтын, жеткізе алмайтын эмоцияға беріліп, мысалы, сондай кезеңдерім болуы мүмкін. Тек қазақ еліне көп рахмет айтамын. Бізді түсінетін, бізді қолдайтын. Мен негізгі бұл жерде ұршып тұру, митинг шақыру, немесе Қазақстан президентімізге Қасым-Жомарт Тоқаевқа тіл тигізу, осы қазақ тіліне тіл тигізу ондай ойымда, ниетімде болған жоқ. Қан төгу, бүлік салу, ешқандай ондай ниетім болған. Тек әділетті, заңды түрде
кім лайықты жазаға сол лайықты жазамен жауап беру, оған артық ештеңе емес. Қаржыбайдың қайғысы қазақтың қайғысы деген айтқан кішкене керек. Күнделікті кемінде бір жасөспірім қаза тауып жатыр да, қоғамның қайғысы. Мен түсінігім бойынша сіздер осы істің ашық болғанын қалап, сол жерде ашық болуын талап еткенсіздер, иә? Енді Әділетті болуын талап еттік. Ел халық көрсін. Бұл жерде істің барысы сотталғардың басында бізге абайсызда өлім деген неге алып келді. Тәртіп бұзушылық, абайсызда өлім. Сол себепте енді бүкіл халық дүние жүзі көріп отырған баланы бұл жерде екі адам өлтірген жоқ. Жүрегіне кірген пышақ ол құлап жатыр. Қан оның артынан бірнеше адам соттысы бар, тектісі бар. Олардың өзіне сот сараптамасы мысалы ол жерде өкпесіндегі гематоркс деп белгіленді. Жүрегіне жарақат алды, ештеңе жоқ, қысқа денесіне жарақат алды. Көрдіңіздер ғой? Онымен дәлелдеп оны олай емес мақсат. Қазіргі таңда осындай жағдайдан кейін, осы резонанстан кейін қазақ елінде біраз адамдар уже өзінің баласын өзінің заң түрінде өзін қорғап шығып жатқандар көп. Мен соған өзім қуанамын. Өте дұрыс айтасыз, иә. Енді осы менің ойымша әділеттілік үшін күрес бүкіл қазақ біздің бауырларымыздың болашағына бір үлкен септігін тигізеді деп ойлаймын. Қазақ халқын таңғалдырған сіз сол 16 жасар баланы басынан бастап кешірім деп айтыпсыз, иә? Сол жерде болған баланы кешіріп, неге ол сондай шешімге келдіңіз? Баланы, өлген баланы аямай пышақтаған баланы көрсеңіздер, каждый подетально кім мен келіспейтін сол тәртіп бұзушылық деген. Бұл жерде тәртіп бұзушылық емес. Менің өзімнің қанша жарақатым. Өзінің анасының жарақаты. Нұрғанаттың қанша марқұм Шерзаттың жарақаты. Видеода каждый өзінің іс-әрекетін жасырғысы келеді. Бір адам пышақтықты содан көрді. Нұрқайсы бір ақ рет көрді. Бір отырған баланы енді сол жерде аман алып қалған. Сіздің ойынша Қаржабайға осы іс аяқталған кезде қандай осы сот шешімі әділетті болар еді? Шынын айтсам, өзім азаматтық еркек. Олардың аналарын құламаған. Өз жазасын алды. Басына қаралаудан. Басқадай іс-әрекет жасады. Осы жерге дейін олардың аналары мен құламаған. Жаңа баламды мысалы мен кешірдім. Мен балам Шерзат кешірсін. Ассалаумағалейкум, армысың қазақ елі. Бүгін 12 сәуір 2025 жыл. Мен Кенжбаев Ерлан, Семей қаласының тұрғыны. Бүгін Қызылорда қаласында екінші жиын отырысымыз өтіп жатыр. Бірінші жиын отырысымыз Шымкент қаласында ақпанның 8 күні өткен. Соның жалғасы қазір Қызылордада болып жатыр. Қоғам белсенділері әр өңірден жиналған. Енді бүкіл халықты шақыра алмаймыз. Әр қаладағы, әр аудандағы бар белсенділерден бірден, екіден әр қаладан келіп, осы арада ақылдасып, елдің ішінде болып жатқан мәселелерді, билікке қоятын талаптарымызды ары қарай не істейміз, не істеп жатырмыз, не істей аламыз, сол туралы ақылдасып, осындай қозғалыстар болып жатыр. Болашақта қандай сайлау болсын, референдум болсын, соған тәуелсіз бақылаушылар керек. Сондай мәселелерді талқылап, елдің ішіндегі болып жатқан жалпы бүкіл заңсыздықты, саяси тұтқындарға бостандық болсын, және қымбатшылық бар, барлығын алған кезде осындай қозғалыстардан қалмауға үлес қосыңыздар. Қазір міне 8 өңірден адамдар жиналды. Бүгін Қызылордаға басқа өңірдегілер осыны елеп ескерсеңіздер, осындай жиындар болған кезде жоқ дегенде бір адамнан, екі адамнан қоғам белсенділерін жіберіп, қатыстырып, өздеріңіз тыңдайтын жиынға келуге тырыссаңыздар. Бұл жерде ешқандай заңсыздық жоқ. Заң аясында біз өзіміздің талабымызды айтып, талабымызды орындатқымыз келеді. Сол үшін халыққа видео үндеулерімізді жеткізгіміз келеді. Видео үндеу арқылы халық қосылу керек қоғам белсенділеріне. Әр өңірдегі саусақпен санарлық белсенділер бар. Солардың қатарына қаржылай болсын көмек берсін, немесе өздері шығып қатарға тұрсын, әр қазақ үлес қосу керек. Соны бәріңізге жолдаймыз осы видео үндеуді. Қалыс қалмаңыздар. Қазір мен сіздерге келген кісілердің бір қабат көрсете салайын.
әр өңірден келген 8 өңірден келді. Қазіргі таңда келмеген өңірлер енді өздеріңіз мынаны ішіп қарасаң. Жоқ, мен бердім ғой оған. Амантай келді ма? Бізде қарапайым белсенділер бас қосып жатқан жайымыз бар. Оянайық, қосылайық. Міне Қызылордадан Мұратбай ағамыздың ұйымдастыруымен болып жатыр осы жиналыс. Хабарласыңыздар, жекеге жазыңыздар. Әр өңірде белсенді азаматтар жоқ емес, аз болсын бар. Солардың қатарына қосылыңыздар. Бізге өзгеріс керек. Заңменен ешқандай қан төгіссіз өзгеріс әкелуге бәріміз атсалысып үлес қосайық. Жәнегі бұл жерде партия құрамыз деп жүрген елдің ішінде жүргендерге де айтылды, шақырылды. Бірінші жиналыс Шымкентке де шақырылды, осы жаққа да шақырылды. Енді өздерінің таңдаулары келмеді. Оларға да айтамыз, ойлансын, келсін, қарапайым халықпен қосылсын. Біз ауызбіршілікпен ғана бұл жүйені жеңе аламыз, жалпы өзгерістер жасай аламыз. Сол үшін оянайық, қазақтар, бас қосайық.